Comme si tu me roulais dessus, marche avant, marche arrière. Барлықтарыңа сәлем достар. Бұл видеода сіздер менің әдеттегі бір демалыс күнімді көресіздер. Бүгін мен сағатта 9-да тұрып, бірден төсегімді жинадым. Одан кейін тісімді жуып, өзімді ретке келтірдім. Таңғы ас алдында аш қарынға жылы су, әсіресе лимонмен ішу пайдалы. Енді таңғы ас жасауға кірісеміз. Осындай демалыс күндері ешқайда асықпаған кезде жайлап таңғы ас жасағанды ұнатамын. Бүгін мен банан қосылған панкейк жасадым. Пайдалы таңғы ас дайын. Рецепт қаласаңыздар комментке жаза кетіңіздер, сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін үй жинауға кірістім. Қазір мен үйге уборка жасап болдым. Және қазір қайтадан осы күнге to-do list жасап болған соң мен жаттығу жасаймын деп шештім, және де жаттығулар жасап жатырмын. Әзірге менде арнайы спортивный коврик жоқ. Дегенмен дәл қазір осы көрпеде жаттығу жасап жатырмын. Сол себепті оған мән бермей қойыңыздар. Достар, мен жаттығу жасап болдым. Шыны керек, прямо аяғына дейін жасай алмадым, себебі өкпем өшіп қала жаздады. Сол себепті және де менің қазір түрім жаттығудан кейін өйстіп быт-шыт болып қалады, так что оған мән бермей қойыңыздар. Сосын жаттығудан кейін міндетті түрде су ішуді ұмытпаңыздар, әрине жаттығу жасағанда да ішіп отырыңыздар. Және мен қазір кішкене демалып тұрамын, себебі жаттығу жасағаннан кейін солай кішкене демімді басып, солай отырғанды жақсы көремін. Мен дәл қазір физикадан конспект жазайын деп жатырмын. Біз сыныпта осындай өткенбіз, бірақ ол жерде енді мен былай асығып сөйтіп жасауғам. Кейбір жерде, мысалы, мына жерде дұрыс көрмей қалған деген сияқты. Сол себепті оның бәрін дұрыстап қайтадан конспектлеп жазайын деп жатырмын. Мен негізі сабақ оқып жатқан кезде міндетті түрде музыка тыңдаймын, мейлі ол классика болсын, немесе кәдімгі поп музыка болсын. Міндетті түрде менің ноутбугымда ютубта немесе Spotifyда осылай музыка қосылып тұрады.
көліктен алыстамаңыздар. Кешкі ас ішуге отбасымызбен бірге бір кафеге келдік. Жалпы іші уютный және өте отыруға ыңғайлы жер екен. Тамақтары өте дәмді екен және қызмет көрсету сапасы да өте жоғары деңгейде. Тамақтану орны Ипар деп аталады. Сіздерге де баруға ұсынамын. Одан кейін үйге қайтып ұйықтадым. Осылайша менің сенбідегі бір күнім осылай өтті. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер және каналыма тіркелмесеңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақында көптеген қызықты видеолар шығады. Ендеше сау болыңыздар.